Баршаңызға сәлем. Бүгін развивающий ойыншықтар жасаймыз. Бала 1,5 жастан асқаннан кейін оны міндетті түрде дамытып, развивать етіп, қасында отырып ойнау керек, және оған бір ойыншық аздық етеді. Сол үшін біздің каналдан мысалға 10-20 ойыншықты бар жоғы 1000 теңгеге істеп алуыңызға болады. Сол үшін біз осы бағытта жұмыс жасайтын боламыз. Мысалға біз центрге барғанда развивающий біздерге мынандай ойын үлгісін көрсетті. Біз соның басқаша түрін жасап, сіздерге телеграм-каналға салып шаблондарын дайындап қойдық. Мінекей, бұл ойынның мағынасы мынандай. Мысалға сіз 2 дана осындай жасайсыз. Бұны мысалға О және үлкен круг А, және де мына соңғы 4 бұрышты бұл И деген мағынаны білдіреді. Сіз өзіңіз осы үлгіні көрсетесіз, қолыңызға ұстап, балаңыз артыңыздан ол сіздің, например, квадрат салып атқаныңызды көріп, квадратныйды салады, иді, содан кейін О дегенде кішкентайын салады, және үлкен кругты көрсеткенде үлкен кругты салады. Сонымен қатар сіз міндетті түрде айтып отыру керексіз. А, О, И деп. Сол кезде балаңыз сіздің артыңыздан тілін шығаруға тырысуы, бұл мағынасы сол, қайталауға тырысуы. Мінекей, дайын шаблондарды алдық, распечаткасын жасап, қиып тастадық. Содан кейін круглый жаңағы липучка болмаған себепті осындай метровый липучкаға дөңгелек кругтың суретін салып, осылай қиып шығамыз. Бұның барлығының дайын шаблоны біздің телеграм-каналда бар. Егер каналға қосылғыңыз келсе, міндетті түрде YouTube каналға подписка жасап, видеоның астында описаниедегі ссылкаға өтіңіз, немесе менің WhatsApp номермен тікелей хабарлассаңыз болады. Оның ішінде неше түрлі развивающий ойындар, соны распечатка жасап алып, өзіңіз ойнатуыңызға болады. Бұның өзіндік құны бары жоғы 150 теңгеге шығады. 1000 теңгеге сіз бір талай зат жасап, және балаға үйрете аласыз. Себебі балаға постоянный развивающий ойындар керек, және ол әртүрлі болу керек. Мінекей, қиып болғаннан кейін, липучкамызды да қиып болдық. Содан кейін міне ламинация жасауға арналған файл болады, осындай пакет для ламинирования. Соған саламыз. Және бұны қолымызда бар үтікпен, шелк деген немесе деликат деген кімде қалай, сонымен қоясыз да үтіктеп шығасыз. Астына міндетті түрде материал салыңыз, мықты пушисті болмасын. Тықырлау материал салсаңыз, пупырышки ештеңе болмайды. Осылай мінекей үтіктеп шығасыз. Жайлап, медленно үтіктейсіз. Мен тез режимде қойдым. Үтіктеп болғаннан кейін міндетті түрде айналасын бір өткізіп шығасыз үтікпен. Алдын мінекей үтіктеп жатырмыз. Енді міндетті түрде артын үтіктейміз. Бұның ламинированиенің машинасына қарағанда айырмашылығы ондай керемет айырмашылығы жоқ. Себебі біз бұның алдында да осылай үтікпен жасадық. Аттың суретін солай ламинация жасап ойнап жүргенбіз, және оны суға да түсірдік. Енді суға түсіруге не рекомендуется, конечно, но айтайын дегенім, бөлініп қалған жоқ, әлі ойнап жүрік сол атпен. Мінекей, ойынымыз дайын, қиып шықтық, липучканы ыстық клеймен жабыстырдық. Енді қалғаны міндетті түрде баламен айналысып, уақытымызды бөліп, көңілімізді бөліп, олмен осы ойынның барысын үйрету. Отырып, қасында баламен айналысу, көңіл бөлу, телевизор, сотка барлығын сөндіріп, осындай развивающий ойындар ойнату. Мінекей, мынау бізде О буквасы, О деп айтып көрсетесіз аузыңызбен, және А деген кезде аузыңыз қалай ашылады, және зайчиктің аузын көріп тұрсыз, үлкен А дегенді осылай көрсетесіз. Содан кейін И деп мына 4 бұрыштыны қоясыз. Сол кезде сіздің балаңыз артыңыздан міндетті түрде мыналарды қоюын қояды, әрі қарай уже звук шығаруға, осындай сөздерді айтуға тырысуы, ол үлкен нәтиже. Барлығыңызға рахмет, сау болыңыз.